Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен дәмі ерекше, керемет болып шығатын сүтті қызға ұқсайтын фламбер тортын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыз. Құрамындағы қосылатын заттардың қоспалардың барлығы бөлме температурасында болған дұрыс. Ең алдымен осылай 2 жұмыртқамызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне сгущенкамызды саламыз. Тағы да араластырып аламыз. Міне осылайынан ұнымызды, какаомызды, разрыхлителімізді араластырып алдын ала бірнеше бөлікке бөліп, електен өткізе отырып, қамырымызға салатын боламыз осылай. Пешті алдын ала қыздырып қоя берсек болады. Тестамыз өте жылдам дайындалады. Мен осылай 26-лық форманы дайындап алдым, бірақ 24-тік формамен кейін кесетін болам. Мен жан жағын алатын болам кесіп. Міне осылайынан тегістеп жайып, 180 градуста 2-3 минуттан піскенше пісіріп аламыз әдемілеп. Міне мен 24-тік формамен осылай кесіп алам жан жағын. Жанындағы корждарды үгітіп, сыртын сәндейтін болам. Енді кремін дайындаймыз. Креміне осындай сүтімізге қантымызды, 2 жұмыртқамызды салып, араластырамыз. Оның үстіне кукурузный крахмал саламыз. Араластырып отқа қоятын боламыз. Отта баяу отқа қоя тұрып араластырамыз. Жаймен араластырып отырамыз. Және сары майымызды бөлме температурасына қоямыз. Массамыз кішкене қоюлана бастаған кезде оттан алатын боламыз. Міне осындай пайда болады бетінде. Осыдан кейін алып, басқа ыдысқа тез суы үшін салып, бетін пищевой пленкамен жабамыз. Міне менікі бөлме температурасында майдың, сары майымыздың температурасымен бірдей болды. Енді міне сары майымызды осылайынан миксерлеп аламыз, аппақ көбік болғанша. Оның үстіне аз-аз мөлшерден сала отырып, кремімізді дайындап аламыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Мен осындай кольцода жинайтын болам. Тортымыз тура сүтті қыз тортына ұқсайды, тек шоколадты түрі өте тез дайындалады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі керемет болып шығады. Корждарымыз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Торттың биік болып шыққанын қаласаңыздар, сіздер 22-лік формада немесе 20-лық формада жасаңыздар. Мен осылай жасап шықтым. Жан жағын корждарды үгітіп жасайтын боламын, сәндейтін боламын. Үстіне шоколадты глазур жағамын. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Балнұр. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын баршаңызға. Сау болыңыздар.